ең мықты моншалардың біріне обзор жасаймыз, соңына дейін көріңіздер және бағасы беріп кетіңіздер. Мынаның бәрі раздевалка. Әркімнің осындай өзінің кішігірім комнатасы болады. Баняда осындай киімді тегін береді, ішіне кіреді. Қараңдар, кез келген размерде алса болады. Біз осылай үтік көп киініп алдық, кеттік. Мына PlayStation'ның бәрі тегін. Осылай отырып алып ойнасаң болады. Қара, міне қызың болып, жігітің болып. Тамаша емес па? Бильярд та тегін. Осылай ойнай берсең болады бильярдтарды, прикинь. Компьютер да тегін. Отырып алып ойнасаң болады арасында. Теннис та тегін. Ойнайын десеңдер, тренировка істейін десеңдер, ол да бар, ол да тегін. Жалпы баняның обзоры примерно осындай, елестетіп отырыңдар. Мына мороженыйдың барлығы тегін. Фрукты жейін десеңдер, ол да тегін. Мына сушняктың барлығы тегін. Кез келген уақытта келіп алып кете берсең болады екен. Осындай да холодильник бар, бұның ішінен де алсаңдар болады. Кез келген, мынау мысалы кола өзіміздің спрайт. Таңдап аласыңдар. Осы жерде отырып тамақтарын десеңдер болады екен. Мынау тамақ ішетін жері, ол да тегін. Тамақ таңдап, осы жерде отырып ішсең болады. Кәдімгі ресторан. Мынаны потолок деп ойлаймын өз басым. Прикиньте. Осындай ойнайтын жерде бар. Балаларға арналған. Безлимит мынаның барлығы. Прикиньте. Ойнай берсең болады, армансыз. Бір ғана платный нәрсе бар. Мыналар ғана тегін емес екен. Осы ойынды ойнайын десеңдер, тегін емес, төлейсің. Мини караоке бар екен ішінде. Ән айтсаң болады ішінде. Отырып алып, ешкім естімейді сен. Отырып демалатын жері осы. Кофектар әртүрлі. Просто жатсаң болады, демалады. Мына жақта просто жатып демалсаң болады, қараңдар. Қаншама төсек бар. Осылай жатасың, осы парад сияқты. Кітап оқимын десеңдер, мына жерде отырып алып кітап оқысаңдар болады. Кітапхана ғой, кішігірім. Мына жақта жер бар тоже, осында жатып та оқысаңдар болады. Мынау дейтін кинотеатр. Ойлаңдаршы, моншаның ішінде кинотеатр деген қалай сендерге. Мына жақта PlayStation дейтін, ё-майо. Екінші PlayStation зона. Мына жақта тоже жатып алып кітап оқысыңдар болады. Сотка шығасаң болады, набратан сияқты. Ал жылы комната, жатып алып өсек айтса болады, осылай кісі. Мына жаққа шығасың, тоже жататын жер. Мынау солевой, тұзды пар. Ішінің өзін қараңдар, ё-майо. Музей оған іші. Мынаның ішінде пар астында. Жылы комната. Қазір жоқ. Мына өтті маған. Қазір жоқ, мұны қара. Опана. Оп. Осының барлығы 28 теңге тұрады, барлығы ішіне кіреді. Ұнаса лүпіл басып, комментарий жазып, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бізде Қазақстанда осындай монша ашылса не болады екен? Бағасы не болады екен?